Өсімдіктердің басым бөлігі жарық, яғни абиотикалық факторлардың бірі. Өте жақсы, жарықтың әсеріге. Келесі, айт оқу. Тропизм топтарынан да. Тропизм топтары екіге бөлінеді және жағымды және жағымсыз. Жағымды тропизм ол күн жағына қарай бағытталуы. Жағымсызы өсімдіктің топырағындағы химиялық заттардың болуы. Өте жақсы, тамаша. Отырады. Енді балалар, екі топ маған бірінші топта әділет бірінші келді, екінші топта айым бірінші келді. 4 оқушының да берген жауабы қанағаттанарлық өте жақсы тамаша жауап. Сондықтан әр топқа 5 балл. Яғни барлық оқушыларға 5 деген сөз. Құтты болсын. Өте жақсы. Ең бірінші боп әділет келді, екінші боп тропизм тобының көшбасшысы Даяна келді. Ал енді әділетке қандай сұрақ бұйырыпты? Таксист дегеніміз не? Таксист дегеніміз өсімдіктердің тізген бірішке байланысты қозғалуы. Дұрыс. Таксист кезінде өсімдіктер тек қана тітіркену барысында қозғала алады. Өте жақсы деп қояйық. Нанды бере қой, әділет отыра қой, тамаша. Ал Даян айта қой. Өсімдікті қозғалу реакциялары қанша топқа бөлінеді? Екі топқа, олар тропизм және таксист. Өте жақсы, тамаша. Бірақ балалар, мен бүгінгі сабақта 2 топ қана деп қысқартып айтып жатырмын, бірақ өсімдіктердің қозғалысқа кіретін топтарының барлығымен және свальт топта таныстық. Ары қарай оны жетілдіріп аламыз. Келесінің шыққысы келіп отыр. Айым келе ғой, мына топтан. Ай топтан ал. Тағы да жаңағыдай, мен осы кабинетте сұрақтар жасырдым, екеуің жүгіріп жүріп табасыңдар. Және таксист тобы бірінші келген, сондықтан тест етуді жылдамдатамыз. Айым, ал бастаңдар. Айым